Құрметті достар, қазір ойланып отырып айтып жатырмын да. Негізі біз адамдар өзіміздің қалаған жұмысымызбен, қалаған нәрсемізбен айналыса аламыз. Қалаған көлігімізді, қалаған үйімізде тұра аламыз, қалаған шетелімізге шыға аламыз. Барлығы өзіміздің қолымызда, просто миымыздағы шектеуліктермен жалқаулық ұстап тұрады постоянно. Оның барлығын жеңу керек, негізінде рисковать ету керек. Тәуекел түбі жел қаяқ өтесінде кетесің, уайым түбі тоңбайық батасында кетесің дейді. Сол үшін уайымдамай ештеңкені рисковать ету керек. Баспен ойланып, ақылдасатын адамдармен ақылдасып деген сияқты. Қазір осы жерінде бір видео салам. Келесі видеоны қараңыздар. Ата. Қандайсыз? Жақсы. Нені ойланып отырсыз? Үйге кеткім келіп отыр. Кетпейлі қойыңыз, не қыласыз үйге барып? Үйге барып жұмыс жасай саламын. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалайсыздар? Жұма мүбәрәк болсын. Барша мұсылман бауырлардың тілеген тілектері қабыл болсын. Бүгін Аллаға шүкір жұманы жіберіп алмадық. Күн ыстық енді. Адам өте көп. Ал біз Бақа досым бар, Жонышкам бар, және өзім бар десем. Жолға шықтық. Алла ақ жол беріп қойсын, жақсылығын беріп қойсын, берекесін беріп қойсын, күндеріңіз сәтті өтсін, қасиетті жұма қабыл болсын. Жолдамыз.